опай көтермек деп жатқан шығарсыздар. Қазылар алқасының жаңа ақылдасуы бойынша, Жүрсін ағамыздың пәрмені бойынша қателік жіберіп алмайық. Қазір опай деген кейде соқыр болады. Ақылдасып, кеңесіп отырып, жүлдегерлерді тағайындайық деген ниетпен қағазға жазып отыруға шешті. Әрбір қазы осы опайларын қағазына жазып отыр. Жырлайтын өскеменді сәтім келді, берейін қар өлеңмен хақым денді. Ақындардың айтсын көремін деп жатыр ғой Нұрымбет әкім келді. Алаш халықтың рухын жырмен көтерсін деп Алаштың ақындарын шақыр денді. Мың алғыс жаңа келген әкіміңе, жүрегі төленерге жақын болды. Сыйлаймын халқын сүйген ақындарды, сыйлаймын салтын сүйген әкімдерді. Көрсеткен талай ғасыр ендігізді, шығысым құт мекенсің сен бізге. Батырлар жортып өткен бұл далаға өлеңмен орнатайық белгімізді. Ағайын алдарыңа қайта келдік, білеміз төрін екенін орныңызды. Тектілер өткен жерге келіп қалдық, өлеңмен көтерсек деп көңіліңізді. Жүрсіндей көкем өзі келіп бүгін көрігі бұлай тыстың енді қызды. Шашасына шаң жұқпай шапсын десең, шайырға шабыт дейтін берғімізді. Сіздерге басқа ешқандай қолқамыз жоқ, қол соғып қолдап отырсаң болды бізді. Береке бірлік тілеп хақтан елге, алла деп қондым бүгін атқа менде. Қойдан жуас еледік мамыражай, қақпайын досты күні жатқа кемде. Бұл елде ұлан асыр үлкен той боп, шайырлар кіріп келді топқа демде. Қалихан атамыздың 90 жылы, ұлтымыздың рухын тартқан өрге. Аналар мерекесі өтіп жатыр, құрмет қылсаң басыңа бақ келер ме? Қасиетті Рамазан айы кеп тұр, мұсылман ие болар нақбеденге. Осыларды төгілтіп жырласын деп шақырды ақындарды мақтап елге. Қамшы қалай баспайсың жыр тұлпарға, қалың ел қиғу қосып шап дегенде. Тағы да басым дейіп сәлем бердім, ақтағы берекемен атқан елге. 300-дің басын қосып дүркіретіп, 3 тойын қатар тойлап жатқан елге. Жаныма келіп жайғасты Аспанбек дейтін нар тұлғам. Арғымақтың бір едің алысқа шауып алқынған. Тіліңде қызыл жыр тұлған, бойыңда қызу қан тұрған. Шайыр едің шоқ тілді, жырлары бар күмістен, домбырасы бар алтыннан. Өскеменге қош кепсің, көк жалбарақ батыр мен Қалихандай нар туған. Мықтылардың еліне мықтылар ғана келеді, қорықпай қатты қарқыннан. Шыға сала бауырым, алмайын сені алқымнан. Иығыңда сенің де ауыр жүк бар артылған. Ал сөйле кезек берейін, бағымды байқап көрейін. Іске қосар кез келді, ақылыңды саутырған. Қанша жүйрік болсаң да, алтын домбыра алсаң да, артық емессің бәрібір. Өскеменді осынау алтыннан қымбат халқымнан. Танытып дүниенің белгілерін, бір жанал шыға салып кергімегін. Мен алған ол алтынды сен де аларсың,
әзірше бұйырмаса ренжімегін. Мен ешқашан ұттым деп сары алтынды ағайымның алдында кергімедім. Жұртына алмай қайта беретұғын қайран менің кешегім берді бегім. Жаңағы ортамызға келіп жатыр, айтыс деп ұшып кетсек елжіредім. Сары алтынды мына біз ұтқаныммен халқымның бар бағасын мен білемін. Мен халқымды әрдайым биік қоям, елімді көрген кезде елжіредім. Дүниенің алтынын тауып кеткен Сәтбаевтың қасында мен кім едім айтыс деп жиналды ғой жұрттың бәрі, қасыма кім келсе де түк қылмады. Ауылдың қарапайым баласы едік, аузынан кетпеген құрттың дәмі. Қаныш туған кеп тұрмын Баянтаудан, біздің елдің осындай мақтылдары. Алтай саяқ зірянды айтпақ түгел, өз қолымен сап кеткен бұқтырманы. Қайран өмір зымырап бара жатқан, тоқтап қалса бәрі де қалады арттан. Қарастына көміліп қара қақпан, кімдерді құлатпаған заман аттан. Қанша таулар кетіпті құмға айналып, орын таппай дамиған дала қарттан. Қабанбайдың еліне келіп қалдық, көлігіне күмістен таға қаққан. Кешегі Оралхан мен Қалихандар бір сөзін жар тәлепке аралатқан. Қара жердің өзі де ауыр емес, бабалар тастан кеткен аманаттан. Құдайым несібесін аямасын, қазақтай қасиетті қағанаттан. Осынау қасиетті оразада айтыспен аузын ашқан жамағаттан. Аймандардың биік бой бәрі таудан, жырлай тарихтың жағы қалған. Тарбағатай тауында туып өскен, мен білсем жігіттердің бәрі палуан. Ақтаны көргенде Алтай жақтан, Ақтанның өлеңімен шабыт алған. Өскемен аман есен жатырсың ба, қазақты кек дүниеге танып алған. Қалихан Алтынбайдың әні тамған, Қалихан Ысқақовтың қаны тамған. Ер жігіт ғұмырында не кешпейді, бұл өмір ешкім оңай емес дейді. Құдай-ау Өскеменнен кім шықпаған, сіздермен қандай қазақ кеңеспейді. Қазақта қанша ақын болғанымен, Құсанбаев ағаммен теңеспейді. Серлер күнде туып жатқанымен, енді серік ағамдай сер өспейді. Кәкеміп осы жерде шапқылап жүр, қалайша ақшашынан жетеспейді. Қармалтай деген кезде кейде менің көзіме абашағам елестейді. Құдайдың сынағы көп пендесінде, тұңғышсың ба қарамай кенжесің бе? Bir can sal atamыздың атын алған, bir жанның мән бар бекен тербесінде. Ақан менен bir жанның әні тамсын, қолдағы домбыраның пердесінде. Қазақта жалғыз bir жан сен емессің, bir жырлаш Өскеменнің кең-кешінде. Негізі бәрімізде bir жанбыз ғой, ешкімнің екі жан жоқ кеудесінде.
ағайдының, қолыма домбырамда қалай жүрдің. Осы залдың жартысының тойына барып, өзімнің өлеңіммен арай қылдым. Аналар берекесін айтып жатсың, әрдайым тойлауды жанай жүргің. Үй жағында 10 шақты баласы бар, бір едің үйір салғыш сарай қырдың. Айтпақшы екі әйелің бар еді ғой, 8 наурызды қалай қылдың. Аспанбек тілің ума шекермеді, ойыңның осы болдау жетер жері. Басқада әңгімелер көп еді ғой, осыны қозғағаның бекер меді. Біреудің екі әйелін сөз қылардай жоқ әлде, басың сенің екеу меді. Жан едім жұбайларым сүйген әр күн, көңілге құнды ойларды түйген әр күн. 8 наурызды не істедің деп дейсің бе сен, біздегі күйік алаңмын. Қазір сыйлық беруде оңай емес, қымбатшылық келгенін ұйғарармын. Гүл сыйласаң, оның өзі 20 мың, көңіл үшін сан мәрте сыйлағанмын. Духи алсаң, түсесің 40 мыңға, бәрі соған кетеді жинағанның. Сен қосақ біреу емес, екеу сыйлайын. Кейде рас қысылып қиналармын, десе де еркек деген атымыз бар, қайтадан еңсетіктеп жиналармын. Бұл айтысқа келмеймін деп отыр ем, мектепте жұмысыма кейдалармын. 8 наурызда келіп қапты, сон ойлап әрі-сәрі күйде қалдым. Екі әйел бар екені еске түсіп, амалсыз осы айтысқа билет алдым. Әмилер, әмилер. Өскемен Оралтайдай көрденсіңдер, Қатон мен Тармағатай көрденсіңдер. Шығыстың шырайлығы қай кезде де жанымды махаббатпен емдерсіңдер. Шымкент шығыс екеуі шыдан келеді, сондықтан бұл балаға дем берсіңдер. Қалиқандай кешегі қара сөзге әрдайым дәлдеп атар мергенсіңдер. Дұшпанына бір қарыс жер бермеген көк жалбарақ секілді ерлерсіңдер. Қалиқан атамызға айтыс беріп, рухымен биікке өрлерсіңдер. Мың алғыс осындағы жігіттерге мүмкіндікті жібермес зергерсіңдер. Шегірдің ортасында отырсаң да қазақтықты сөндірмес ерлерсіңдер. Мың алғыс осы отырған ағайынға көңілі марқакөлдей көлденсіңдер. Арнайы бір күніңді айтыс үшін осында бүгін бөліп келгенсіңдер. Тілімнің ертең үшін ана тілде сөйлеп тек болашаққа ергенсіңдер. 6 сағат тік тұрып айтыс үшін ақындардың сөзіне сенгенсіңдер. Кешегінің мықтысы Қалиқандар, бүгінгінің мықтысы сендерсіңдер. Әмилер, әмилер. Аспанбек табылды ғой жанымнан жай, кеудесінен жыр ертіс ағылғандай. Жүректен жалын жырын сөйлеп жатыр, далада жауып жатқан қалың қардай. Өскеменді ел жұртты жырға қоссаң, тіліңде сенің бауырым лағын бардай. Мың алғыс шығыстағы ел жұртыма ақындардың жанынан табылғандай. Мына залға
осынау залға сыймай қалып жатыр. Қазақтың бәрі осында ағылғандай, өскемен ақындарын сағынып тау, әскерге кеткен ұлын сағынғандай. Ашылып Аспанбектің кең өңеші, басталды Байтуов пен ерегесі. Бір кезде өскеменде 3 жыл тұрған Аспанбек дейтін жырау өлең осы. Жүректен сағынышын айтып жатыр, Аспанбектің жырлары бөлек осы. Бұл ағайын аяғынан тік тұрып айтыс көрсе, ақындарды келіп тұр елеп осы. Қазақтың осынау төл өнеріне тік тұрып қызмет қылды деген осы. Ел күтіп, көз тігіп отқан кезде ел осынау, салмайын Аспанбекке неге сұрау? Бір жанның 2 әйелін мысал қылып, байқаймын ел алдында сөйлесің ау. Маған несін күнесің Аспанбегім, өзіңде бір жосықсыз немесің ау. Әміршіген түріңе қарағанда, өзіңде қашып кеткен бәлесің ау. Шығыстың атқан кезде шолпы таңы, қара ертістің бетін толқытады. Өзіңде қашып кеткен бәле дейсің, бұл неге бізді бұлай қор тұтады? Бір жаңал үйден қашқан ештеңем жоқ, менің жарым күйеуін зор тұтады. Жұбайынан қашқандар емес мені, Құдайынан қашқандар қорқытады. Қазақта мен емес жұртын ойлап шерленбеген, Қазақта жер бар мекен мен көрмеген. Ол рас 3 жыл бойы жүріп едім, осы елдің ауасынан елденгенім. Той жүргізіп қармақатай күршім жақта, ертістің жағасында кербенгенім. Мың рахмет Наймандың қазағына, мені де өз ұлынан кем көрмеген. Қашанғы тұра берер күліп таңдар, бір күні кетер жерге кіріп таулар. Жалғанның бақытына той алмаған, кешегі мың жасаған ұлықпандар. Шығыстың әрбір шалы әулие бой, аңдың кесіп өтпейтін ұлық хандар. Мен де сол қар ертістің баласы едім, сөйлесе таңдайынан шұбыртқан бал. Ағайын өздеріңе бір аманат, ерлерді тірісінде ұлықтаңдар. Осы елде маңдайының төрін тек төрін төккен, ерлерді ұрпақтарыңа құлыптаңдар. Театрды көтеріп жастай кеткен, Рүстем Есдәулетті ұлықтаңдар. Ер жігіт елім дейді, тілім дейді, жұрт десе шабытымда дүбірлейді. Ортаға әкім келіп жатқан кезде, қалың ел қолын соғып дүбірлейді. Өйткені барлық әкім мұндай емес, ағайын сөз астарын ұғын дейді. Кешегі Бердібектер қандай еді, жұрт десе қайғысы да білінбейді. Жаңа әкімге елден бір өтініш бар, демесін бұлар мақтап күбірлейді. Өскеменнің ортасына бара қалсаң,
Uşanıp eskерткіші күлімдейді. Соны алып тастауға түсінбеймін. Бұл жақтан кім келсе де дірілдейді. Жаңағым сол жағын қарамаса, қай мемлекет екені білінбейді. Сақтағаны рухымды осылай елдің айтсам ғана, мына қазақ бір ақын ұлым дейді. Нұрекең нұрлы жолмен жүре берсін, сонда ел топтан озған дүрім дейді. Сақтағаны рухымды сақтамаса, Қабанбай батыр қайта тірілмейді. Ой шығыстағы жұрт жұлдыздан, айналдым айтыс деген мықты ұлғыздан. Ысқақовты мәңгілік қадірлеңдер, бұқтырманың бетіне шықтым бұзған. Қазақтың тарихына қарап тұрсам, осынау жақсылыққа жұрт бұрғызған. Мәдениетті Әлихан түрі кетсе, әдебиетті Қалихан тек тұрғызған. Бұл бір жан талайларды жасқапты ғой. Қасына кім келсе де саспапты ғой. Осылай елдің жайын бір айтайын демесін, арзан сөзден аспапты ғой. Духиымның бағасы қымбат дейді, ебәсе мұнда бекер қашпапты ғой. Мен сені жұртым үшін келген десем, бұл болса дүниені растапты ғой. Екі әйел саған қатты тиген ау дейм, маңдайдан шашың түсе бастапты ғой. Жанымда бұл Аспанбек тақылдаған, күлмейді досқа бұлай ақылдадам. Ол рас 11 балақ әке атанды, 30-дың 5-еуінде лапылдаған. Бір жанға қолдау беріп соғып жатқан, мың алғыс қолдарыңа шатырлаған. Дүниенің жұмағы осы емес пе, үйіңде сәбің жүрсе топырлаған. Мың алғыс үйдегі келіндеріңізге, жөн болар оған басты қатырмаған. Көп балалы болсам деген арманымды солар ғой құп көріп шын мақұлдаған. Әйтпесе фигурамды бұзбайтын деп әйел көп екшеуден асырмаған. Құдайдың мұнысына мыңда шүкір, талайға мұндай бақыт татырмаған. Төбеңізден шаш түсе бастапты деп сахнада мысқылдап отырмаған. Бауырым шаш түскені ештеңе емес, жөн болмас оған басты қатырмаған. Түскен әрбір шашымның өтеуіне жаратқан сәбин сыйлап жатырмаған. Атылып сахнада жыр жебелер, өскемен көркейе бер, гүлдене бер. Сақтағановқа салыпты сақтаңыз деп, Аспанбек айтты жаңа бірде келер. Ушановтың түрдейді ескерткіші, ақытмыз көңілден ой бірге бөлер. Үй артында кісі бар дейді қазақ, ақыры тұрғаны рас ірге деген. Сонда да өскеменге ризамын, рухты ақындарға жүлде берер. Осылай бірлігіміз арта берсе, қазаққа бақ пен дәулет бірге келер. Ушанов орнына
Ушанов ескерткішінің орнына көк жалбарақ тұратын күнде келер әліңді. Тасып бүгін өтейін, Алла жазса мақсатыма жетейін. Өскеменге күнде келіп жатқам жоқ, ал ендеше төгіп кетейін. Жүректерді жақын қылған Өскемен, Ұлықбектей ақын туған Өскемен. Рухымен сілкіндірген Мәскеуді, Қайсеновтей батыр туған Өскемен. Ұлғыздары епті туған Өскемен, Қалихандай бекті туған Өскемен, дұшпанына бір қарыс жер бермеген көк жалбарақ текті туған Өскемен. Жүректегі қыран қияларға қыран енсін Өскемен, бағын баста тұра берсін Өскемен. Айтысымды түлететін осынау, төленерге мұра керсін Өскемен. Осындағы қалың елім шығысым, айтысыма келу болды жұмысым. Шымкенттен жалғыз бүгін келсемде, секілденіп кеттіңдер ғой туысым. Жақсылыққа куә керсің Өскемен, жақсы істерге мұра керсің Өскемен. Айтысымды аяқтайын осымен, қос қолдарын ұра берсін Өскемен. Анау мықтылардың бірісің деп, ар-намыстан аттамау ұлы сүннет. Мақамыңа түсе алмай қалдың жаңа, демеймін сөздеріңде күмісің жоқ. Ол рас бүкіл батыр өткен мұнда, мақсатым ұлтым үшін уышу деп. Сен айтқан бұл өлеңді баяғыда мен жырлағам шырайлы шығысым деп. Асуаттың саған оғын оқтамайды, қалайша бабаларын жоқтамайды. Бұйыртып 11 балаң аман болсын, ол қызыңа қызығып көп қарайды. Bir жанның 11 баласы аман болса, бұйырсы 11 жүйрікті тоқталайды. Бірақ бала туғызмыш тек қана емес, біздің шығыс тудырған тек табайды. Басқа Найманның келіндері 15-ке жеткізгенше тоқтамайды. Өлімдей, өмілі кең даланың жібегіндей, бір жаңа осы менен сен даман бол. Мамысың бабалардың жігеріндей, шығысың осы менен сен даман бол. Дархан жерсің даланың кілеміндей, бір жандар күн алдыңа кете берсін. Осында туған ұлдың біреуіндей, сенің де 11 балаң аман болсын. Бұхар атамның 11 тілегіндей. Шығысқа күнде дүбір берсін, бұйырса әр балаңа ғұмыр берсін. Біздің ел Шымқаланы жатсынбайды, бұйырса күнде келер күнім берсін. Жаңа сен шыдан басталат дегендейін, бұл елге сіңе тұғын үнің болсын. Ақыры Шымқаладан келіпсің ғой, Шымқораға барардай күнің болсын. Осы мен сен даман бол, ел даман бол. Құдайым бақытыңды бүгін берсін. Ыстақымды сыйлаған әр қазаққа Құдайым Қалихандай бір ұл берсін. Қошемет ардақтағайын, қошемет.